Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен сырный шарики дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. Ең алдымен картопты қабығынан тазалап жуып, оны суға салып, оттап пісіріп аламыз. Картопымыз суда пісіп дайын болғанша, сырды, яғни ірімшікті алып, турап дайындап қоямыз. Осымен біздің картопымыз пісіп дайын болды. Шамамен 20-25 минут аралығында картоп толықтай пісіп дайын болады. Дайын болған картопты енді езіп пюре жасаймыз. Дәмдірек болуы үшін оның үстіне сары майды қосамыз. Сары май қосу міндетті емес. Пюрені дайындап алған соң, оның үстіне қара бұрыш және дәміне қарай тұз қосып араластырамыз. Пюрені осылай тоқтаусыз араластыра отырып суытып аламыз. Пюреміз суый бастаған кезде оның үстіне кукурузный крахмал және ұнды қосамыз. Пюрені толықтай араластырып дайындап алған соң, одан сырный шарики жасаймыз. Осылай қолымызға пюрені алып, оның ортасына сыр, яғни ірімшікті салып, домалақтаймыз. Барлығын бірдей көлемде етуге тырысыңыздар. Енді дайын болған шариктерімізді панировочный сухариге аунатып араластырамыз. Сухариге аунату міндетті емес. Дайын болған шариктерді бірден қуыра беруге де болады. Шариктерді енді қызып тұрған сұйық майда қуырып аламыз. 15-20 секунд аралығында тез қуырылып шығады. Шариктерді осылай тоқтаусыз араластырып тұру керек. Қызарғанша оларды қуырамыз. Дайын болғанда оларды сүзгімен сүзіп аламыз. Осымен сырный шарики дайын болды. Оны ыстық күйінде жеген жақсы. Сондықтан да оны ыстық күйінде дастарханға ұсыныңыздар. Егер сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде менімен бірге дайындап, ауыз тиіңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.